Дара есептік сан есімдер. Есептік сан есім заттың нақты дәл санын білдіреді. Сұрағы қанша, неше? Есептік сан есім түбір сан есімнің өзінен болады. Мысалы, 5, 12, 24. Балалар, тез жақындаңдар. Бәйтерекке шығу үшін неше билет аламыз? Сара, сен санап шықшы. Бала саны қанша екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барлығы 10 бала. Сара апай саған қанша, неше деп есептік сан есімнің сұрақтарын қойды. Сен де есептік сан есімнің дара түрін айттың, солай ма? Қойшы, Маржан, осы жерде ереже айтып тұруға келген жоқсың ғой. Жүр, жоғары шығып, Астананы тамашалайық. Алақанның ізіне қолымызды салып, арманымыз орындалсын деген тілек ойлайық. Рас айтасың ба? Сен қандай тілек ойлайсың? Тілекті ішіңнен ойла, оны айтуың міндетті емес. Менің тілегімнің ешқандай құпиясы жоқ. Мен үлкейгенде осы сияқты әдемі ғимараттар салатын сәулетші болсам ғой, деген тілек ойладым. Ақылдым менің. Балалар тұрған жерге барайық. Вау, мына кереметті қара, қандай тамаша. Мен міндетті түрде сәулетші боламын. Сен тілек ойлаудың орнына шешім қабылдадың ғой. Жаңа ғана есептік сан есім, дара сан есім деп тұрғаның қайда? Ұмыттың ба? Жоқ, қайдағы ұмытқан? Керісінше, тезірек үйге барып, сан есім бойынша білімімді кеңейтейін деген шешімге келдім. Жақсы, сенің айтқаның болсын. Қаланы аралаймыз ба? Әрине аралаймыз. Мен болашақ сәулетші ретінде ғимараттарды көруім керек қой. Қиялшылым-ай, тез жүр. Есептік сан есімдер дара, күрделі болып, сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады. Есептік сан есімнің құрамы. Дара сан есім бір ғана түбірден, негізгі түбірден тұрады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, ондаған, 100, 1000. Күрделі сан есім кемінде 2 сан есімнен тұрады. Мысалы, 31, 35, 99, 100-ге жуық, 505. Есептік сан есімнің сөйлемде атқаратын қызметі. Бастауыш. 5 саусақ бірдей емес. Баяндауыш. Кітап саны 10. Анықтауыш. Концертке 15 әнші, 2 күйші қатысты.